Сана Бергенова Үкіс қаласындағы 39 салы мектептің 10 класс оқушысымын. Мектепке қадам қойғаннан бастап инглиз тіліне жүдә қызығатын едім. Сабақларда актив болып, мектепте жақсы оқып, кейін 9 классларға келіп, һәм курсларда басылады, тарихларға барып басылады, достарым, махалледегі достарым, һәм менде қызық басладым курсларға, тарихқа баруға, һәм үйімнің жақындағы, қасындағы тарихқа бардым. Бірақ бірінші тайырлығым маған онша ұнамады. Одан кейін басқа тайырларды көрдім. Һәм ең жақсы деген мұғалім жүдә қымбат еді. Бұл ата-анама артықша жүк болуын білдім. Содан кейін кітаптардан үйренуді бастадым. Бірақ ол жүдә қиын еді, себебі маған үйрететін ұстаз жоқ еді. Бір күні социалды тармақтарда ибрат фурсантлары жойбары хақында хабардар болдым. Инглиз тілін нөлден үйрену деп іздедім. Һәм YouTube'да бірінші болып ибрат фурсантларының видеолар шықты, һәм соларды көруді бастадым. Ол жердегі ұстаздың үйретуі жүдә әжайып еді. Расын айтсам, мен үшін инглиз тілі аңсаттай түйіліп қалды. Себебі һәмме нәрсені үйретіп, кішкентай детальларына дейін ітібар беріп, һәм ең жақсы жері сізге достыңыздай болып, сізге рас ұстаздай болып, телефонда тұрып сізге үйретеді. Һәм бұл мен үшін ең үлкен имканияттай болып көрінді көзіме. Һәм күнде әр күні сабақ дайындауды бастадым. Мені ешкім мәжбүрлеу шарт емес еді. Менің қасымда, менің үстімде ұстазым тұруы шарт емес еді. Себебі сабақлар соншелі сол дәрежеде қызық еді. Мені өзіне тарта алды. Һәмме нәрсені деталіне дейін үйретіп бастады. Һәм менде инглиз тілі қиын, мен үйрене алмаймын деген нәрсені жоқ қылып тастады. Сондай пікірлерді жоқ қылып тастады. Сол социалдық тармақ арқылы ибрат фурсантлардағы өзімнің қадірлі ұстазымды таптым. Һәм 1,5 жыл давамында инглиз тілін тоқтаусыз, күшлі қызығушылықпен үйрендім. Сондай ұстазымның сондай сөздері бар. Қызыл ручкамен, көк ручкамен жазып аламыз деген. Бұл мен үшін ең үлкен бір қызықлы уақытлар еді, себебі сондай қызыл ручкамен, жасыл ручкамен жазып алу мен үшін жүдә қызық еді. Һәм үйренуімді жүдә аңсыз қылып берген. 1,5 жыллық оқулардан кейін инглиз тілімді дәлелдеуім керек деген ой болды. Қарадым, біздерде Өзбекстанда милли сертификат бар екен, соған тапсыруға әрекетімді басладым. Одан да YouTube'лардан көрдім, ибрат фурсантларынан көрдім, speaking үшін, writing үшін жүдә қызықлы һәм пайдалы сабақларды таптым. Һәм сертификат ұшында, милли сертификаты ұшында өзім дайындалуды басладым. Сіз де жеке өзіңіз ешқандай курсларсыз ибрат фурсантлары платформасы арқылы инглиз тілін C1 дәрежесіне дейін жете аласыз. Қолыңызда имканият бар, һәм одан нәтижелі пайдаланыңыз.